Жаһанданудан жасыл дамуға дейін биылғы жыл климаттың өзгеруін бәсеңдетуге және қоршаған ортаны қорғауға жаңа мүмкіндіктер ашуы тиіс. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл жайында өзінің бейне үндеуінде айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің бастамасымен өндіруші салалардағы мәселелерге арналған жаһандық жиынға мемлекеттер мен үкіметтер басшылары онлайн форматта қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, коронавирустан кейінгі қалпына келу кезеңі бұл қоршаған ортаны қорғау мәселесін халықаралық күн тәртібіне шығаратын бірегей мүмкіндік. Және бұл ретте Қазақстан кез келген бастаманы қолдауға әзір. Мысалы, біздің ел ТМД-да Париж келісімін алғаш болып мақұлдаған мемлекет. Президент жаһандық жиында Қазақстан 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге ниетті екенін айтты. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев өндіруші сектор өнеркәсіптің 50%-ін құрайтындықтан Қазақстан әлемдегі энергияны көп қажет ететін елдердің бірі болып қалатынын айтады. Дегенмен электр энергиясын өндірудің шамамен 70% әлі де көмірге тәуелді. Энергетикалық баланс үшін көмірді жағуға деген тәуелділікті төмендету үшін мынадай негізгі басымдықтарды шешуге бағытталған ұлттық жоба әзірленетін болады. Олар газ және гидроэнергетиканы дамыту, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін пайдалану. Сонымен қатар алдағы 5 жылда Қазақстанда 2 миллиард түп ағаш отырғызылады. Саналы саясат пен инвестициялардың көмегімен біз неғұрлым жасыл жаһандық экономикаға бет бұра аламыз. Осы мақсатқа жету үшін жеке және мемлекеттік секторлардың есебінен қаржы ресурстарын жұмылдыру аса маңызды. Бірақ бұл ретте қоршаған ортаны қорғау, сауда мен инвестиция үшін кедергі ретінде пайдаланылмауы тиіс. Мен Қазақстанның осы өршіл бастамаларды қолдауға әрқашан әзір екенін растаймын. Қазақстан президенті Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиевті қабылдады. Президентке қордың қазіргі жұмысымен негізгі қаржылық көрсеткіштері баяндалды. Алмасадам Сәтқалиев мемлекет басшысына газ тасымалдау инфрақұрылымын жаңғырту, Қашаған кен орнындағы газды қайта өңдеу зауытының құрылысы, Астрахань Маңғышлақ магистральды су таратқышы мен Достық мойынды темір жол көлік дәлізін қайта жаңғырту жоспарын айтты. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы инфрақұрылым жобаларды іске асыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және қазақстандық өнімнің үлесін арттыруға қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Қостанайдағы көлік құрастыру зауыты жыл соңына дейін 60 мың автокөлік шығарады. Бұл туралы бүгін президент қабылдауында болған облыс басшысы Архимед Мұхамбетов айтты. Жыл басынан бері өңірде 15 мыңнан аса жеңіл автомобиль, 736 жүк көлігі және 124 автобус шығарылған. Бүгінгі күні Kia және Renault автомобильдерін құрастырудың жаңа желісі жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ таяу жылдары Қостанайда 300 адамды жұмыспен қамтитын шойын құю зауыты да іске қосылады. Қасым-Жомарт Тоқаев облыс әкіміне елді мекендерге ауыз су тарту, арқалық жылу электр орталығын жаңғырту жұмыстарын аяқтауды тапсырды. Енді індет туралы кеше елімізде коронавирус пен пневмониядан 24 адам қайтыс болды. Бірақ денсаулық сақтау министрлігі соңғы күндері вирустың бәсеңдегенін айтып отыр. Өткен тәулікте 1558 адам вирус жұқтырды. Аймақтар бойынша Алматы қаласы мен Қарағанды облысында эпидемиялық ахуал күрделі, мұнда күніне 300-ден аса адам вирус жұқтырады. Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола, Алматы облыстарында да бір тәулік ішінде 100-ден аса адамның тесті оң нәтиже көрсетіп отыр. Осылайша ел бойынша ауырғандар саны 376 мыңнан асты. Ал вирусқа қарсы вакцина алғандар саны 2 миллион 15 мыңға жетті. Оның 950 мыңдайы екпенің екінші компонентінде алып үлгерген. Жалпы коронавируспен күресудің жалғыз жолы вакцина ектіру деп білем. Еліміздің премьер-министрі де екпе салдыру қарқынын үдеткен жөн деп есептейді. Үкімет басшысының сөзінше екпе егу орындарының санын арттыру бойынша кешенді шаралар қабылдау қажет. Сондай-ақ Асқар Мамин ашық қосымшасын вакцинация модулімен және ЕГОВтағы құжатпен сәйкестендіруді тапсырды. Үкіметтегі осы және өзге де жаңалықтар туралы келесі сюжеттен білейік. Елімізде коронавирустың беті қайтты. Бүгін денсаулық сақтау министрі осындай жаңалықпен бөлісіп, аз-маз қуантып қойды. Цойдың дерегінше, індет жұқтыру 20%-ке төмендеген. Сондай-ақ биыл ауру жұқтырғандардың дені вирусты жеңіп шыққан. Бірақ босаңсуға болмайды. Себебі Қазақстан әлем бойынша сары аймақта тұр. Ахуал әп-сәтте өзгеріп, қызыл аймаққа ауысуы әбден мүмкін. Сондықтан денсаулық сақтау министрі індеттің жалғыз емі вакцина алу деді.
С учетом эпидемиологической ситуации. Министрлік эпидемиологиялық ахуалды және вакцинациямен қамтуды ескере отырып, эпидемиологиялық ахуалдың болжамын жаңартты. Атап айтқанда, вакцина егу көрсеткіші 60%-тен төмен болса, маусым қыркүйек айларында ковид жұқтырғандар саны 95 мың адамға дейін жетуі ықтимал. Ал халықтың 95% вакцина алатын болса, маусым қыркүйек аралығында індет жұқтырғандар саны 61 мыңнан аспайды деген болжам бар. Қазір діңкесі құрып ауруханаға баратын науқас біршама азайыпты. Бүгінде ел бойынша 32 мыңнан астам адам емделіп жатыр. Оның 12.452-сі стационарда, ал 19.802 науқас амбулаториялық ем қабылдап жүр. 696 адамның жағдайы ауыр, ал 177 науқастың жағдайы өте ауыр екен. 105 науқас жасанды тыныс алу аппаратымен дем алып жатыр. Бүгінгі таңда коронавирусқа қарсы шамамен 3 миллион екпе жасалды. Соның ішінде алғашқы компонентпен 2 миллионнан астам, екінші компонентпен 1 миллионға жуық адам вакцина алды. Вакцина қорларын толтыру, егу пункттерінің санын арттыру бойынша шаралар қабылданып жатыр. Вакцинаның болмау бойынша ешқандай проблема жоқ. Қазіргі егу науқанын кеңейту пандемиямен күресуде ең маңызды міндет болып табылады. Денсаулық сақтау министрі Қарағандыда Спутник V вакцинасының қосымша 1,7 миллион дозасы өндірілді дейді. Соған қарағанда препараттан тарықпайтын сияқтымыз. Екпе егу орындарында вакцина жеткілікті. Оның 320 мыңы бірінші, 650 мыңы екінші компоненттік екен. Бірлік Берікұлы, Елдар Такатов, қорытынды жаңалықтар. Бүгін сондай-ақ үкіметте жұмыспен қамтудың жол картасы талқыланды. Былтыр осы бағдарлама аясында 6600 инфрақұрылымдық жоба іске асырылды. 239 мың адам жұмыспен қамтылды. Оның 120 мыңы жұмыспен қамту орталығы арқылы екі қолға бір күрек тапқан. Енді биыл жобаны жалғастыру үшін 300 миллиард теңге керек дейді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі. Серік Шапкеновтың баяндамасында қомақты қаражатты қалай жұмсау керектігі туралы жазылған. Көз жүгіртсек, қаражаттың негізгі бөлігі, яғни 127,5 миллиард теңге халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, 100 миллиард теңге агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға және қалған 72,5 миллиард теңгені басқа өңірлердегі бизнесті дамытуға және микрокредит беруге бағытталады екен. Сондай-ақ Серік Шапкенов бірінші бағыт бойынша 136 жоба іске асырылады деді. Алдағы уақытта 19 мың жұмыс орны құрылады екен. Оның 7,5 мыңы тұрақты жұмыс орындары. Сондай-ақ министрдің сөзіне сенсек, 64 жаңа мектеп пен 13 денсаулық сақтау нысандарының құрылысы басталады. Биылғы жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру арқылы 35,6 мың жұмыс орны ашылады. Оның жартысынан сәл көбі тұрақты. Сондай-ақ отбасы мүшелерін ескере отырып, шамамен 80 мың адам тұрақты табыс көзімен қамтамасыз етіледі, деді министр. Жол картасын іске асыруға барлығы 300 миллиард теңге қаражат көзделген. Оның ішінде 100 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен, 200 миллиард теңгеге жуық қаражат ұлттық банктың облигациялық қарыз есебінен жоспарланған. Биылғы жылы жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде іске асыруға барлығы 136 инфрақұрылымдық жобалар іріктеліп алынып, барлығы осы жобалардың аясында 32 мыңға жуық жұмыс орындары құрылатын болады. Қазақстанда көктемде 70 миллион түп ағаш отырғызылады. Бұл президенттің алдағы 5 жылда 2 миллиард түп ағаш отырғызу міндетінен туған іс. Қазақстанның жасыл экономикаға өту барысы бүгін елордада тағы талқыланды. Әуелі тақырыпты талқыламас бұрын қатысушылар ағаш отырғызды. Экология министрі Мағзұм Мырзағалиевтің мәлімдеуінше, Қазақстанның жасыл экономикаға өту тұжырымдамасын іске асыра бастағанына 8 жыл болды. Осы уақыт ішінде баламалы энергия өндіретін нысан саны 115-ке, ал қалдықтарды өңдеу көрсеткіші өткен жылы 36%-ке жеткен. 1 шілдеден бастап Қазақстанда халықаралық стандарттарға сай әзірленген жаңа экологиялық кодекс күшіне енеді. Осылайша Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттер арасында жасыл экономика идеясын жүзеге асырған алғашқы ел атанады. Осы ретте министрлік Арал теңізінің кепкен табанына сексеуіл егу бағдарламасын қолға алды. Бұл мақсатқа 9 миллиард теңге бөлінеді. Біз бар сексеуіл ағаштардың ревизиясын жүргіздік. Жасыратын жоқ, біз нақты цифрды білмейді, білген де жоқпыз. Енді кешегі сол нәтижелер бойынша сол сексеуіл ағаштың алаңы Арал теңіз ұлтанында шамамен 370 мың гектар құрайды екен. Енді біздің мақсатымыз бірнеше жылдың ішінде осы алаңның 1,5 миллион гектарға дейін ұлғайту.
Көптің тілегі көгілдір отын. 2,5 мыңға жуық тұрғыны бар Майтөбе ауылы газдың қайнар көзінде тұрып көгілдір отынға қол жеткізе алмай отыр. Жамбыл облысы Талас ауданындағы бұл елді мекендер газ құбыры ауыл іргесіне келіп тұрғанымен жұрт жылдар бойы көмірмен күнелтіп келеді. Жергілікті халықтың ауыл атқа мінерлеріне өкпесі қара қазандай. Мына мен тұрған жерде негізгі магистральды газ құбыры өтіп жатыр. Аланау таяқ тастам жерде Майтөбе ауылы тұр. Жергілікті жұрт ауылымыздың іргесіне газ келіп тұрып, әлі күнге дейін көгілдір отын тартылмай отыр деп қынжылады. Майтөбеліктердің қысы жазы көрген күні осы. Ошақ жағып күнделікті жуынатын суын жылтат, ас тамағын әзірлейді. Шығарғаны күл, жұтқаны шаң. Баяғы ескі заман құсаты. Міне тезек тасимыз, ағаш тасимыз, отты өсіп жағамыз ғой. Бұның бәрі еңбек қой, басқа да тірлігіміз жетеді. Осы ауылға келін болғанымызға мына 15 жыл болды. Біз әлі күнге дейін от жағып жатырмыз. Ал газ деген мына жерде тиіп тұр. Жұрт жергілікті билікке келіп тұрған газды кіргізіп бермей отыр деп наразы. Айтуларынша бұл мәселе сайлау болатын кезде жылт етіп көрінетін депутаттар мен әкімдердің халық алдындағы жылдық есебінде ғана көтерілетін көрінеді. Басқа уақытта бізді елеп жатқан ешкім жоқ. Өтірік уәде мен бос сөзге үйрендік дейді тұрғындар. Ауданымыздан газ шығып жатыр. Жылдағы әңгіме бұл жиналыс сайын әкімдер келсе, депутаттар келсе осы газды әңгіме қылады. Әлі ауылымыз баяғы 19 ғасырда жүрген сияқты. Майтөбенің жанынан өтіп жатқан газ құбыры кезінде 1986 жылы Қаратау қаласын қамтамасыз ету үшін тартылған екен. Ол уақытта жоғары қысымды желіден ауылға қарай бұратын арнайы газ тарату станциясы қарастырылмапты. Енді көгілдір отын тарту үшін қосымша станция салынуы тиіс. Тек содан кейін газ желісі тартылады. Жобалық сметалық құжаттамаға тапсырыс бердік. Проект жасап жатырмыз. Осы биылғы жылы проект шықса, келесі жылға облыс әкімдігіне ұсынамыз. Сол проектіні қаржы бөлінген жағдайда Майтөбе Қожағапарға газ құбыры, магистралды құбыр тартылады. Әкімдік өкілдерінің сөзіне сенсек, биыл сең қозғалатын сияқты. Қаратау Билікөл газ тарату станциясының құрылысы басталған. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар. Енді елді мекен тұрғындары ауыл әкімдерін өздері сайлайды және кез келген азамат өзін-өзі ұсынуға құқылы. Әрине ол үшін бірқатар талапты орындау керек. Бүгін мемлекет басшысы тиісті заңға қол қойды. Енді ауылдық маңызы бар қала, ауыл, кенттердің әкімдері саяси науқанда бақ сынайды. Оған 25 жасқа толған азаматтар қатыса, өзін-өзі ұсынған кандидат додаға қатыспас бұрын жергілікті халықтың 1% қолдауына ие болу керек. Сайлау жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылады. Ал қос үйеңкіде ауыз су жоқ. Бұл Қызылорда облысының Шиелі ауданына қарайтын елді мекеннің ежелден келе жатқан мәселесі. Ауыл азаматтары орталықтандырылған су жүйесіне қосылуды армандайды. Әйтпесе, Қаратау етегінде 34 үйдің 250 тұрғыны 2 шақырым жердегі бұлақтан су тасып әбден шаршаған. Ал суға зәру ауылдың тіршілігін тілшіміз тарқатып айтсын. Ауылдағы әрбір үйде мынадай су жинап қоятын құдық бар. Бұған шамамен 3 тоннадай су кетеді. Аптасына бір мәрте келіп су таситын көліктер осы құдықтарды толтырады екен. Кейде техникалар бұзылып қалған кезде апталап сусыз отыратын күндеріміз болды дейді тұрғындар. 7 баланың анасы Роза Көшкінбаеваның су таситын көлікті күткеніне бүгін 10 күн болыпты. Ал құдықтың түбі көрініп тұр. Ауыл мектебіне су жеткізетін көлік қатынайды екен. Сол кезде тұрғындар жүргізушіге ақысын төлеп су сатып алатын көрінеді. Бұл мәселені былтырдан бері, пәлен жылдан бері айтып келе жатырмыз. Ауданның әкімі де келді, ауылдық әкімі де келді. Ешқандай нәтиже жоқ. Водовоз 7 адамға 10 үйге толмаса водовоз келмейді. Соңға дейін адамдар не істейді күн ыстықта? Өледі ма бәрі? Ауылда 55 оқушы білім алатын мектеп пен 3-6 жастағы 20 бүлдіршінді тәрбиелеп отқан шағын орталық бар. Олардың да басты мәселесі ауыз су. Кәдімгі умывальниктерге су құйып қойып, сонымен қолдарын сонымен жуғызады. Сырттағы туалетті пайдаланамыз. Ішкі туалетте жұмыс істеп тұрған жоқ. Садик балдар енді 3 жастан жоғары балдар болғандықтан олар да сыртқа шығады. Қысым күндері ішке газ жоқ пайдаланамыз. Жығылғанға жұдырық боп, биыл қос үйеңкіге Қаратаудан жылғалап жететін ағын су да тоқтап қалыпты. Жеміс-жидектің қураған ағашын кесіп тастап отырмыз дейді тұрғындар. Тіршілік нәріне қатысты түйткіл тарқайды ма? Бұл сауалды жауапты сала мамандарына қойдық. Су көзі анықталып тұр. Соған жоба қазір мемлекеттік акция дайындалып отыр. Сол неге? Скважинаға және ұңғыманың өзіне. Резервуар дейді ғой. Соған қазір дайындалып отыр. Сол өткен жағдайда жаңағы сараптамаға береміз.
сараптама оң қорытындылаған жағдайда біз жаңағыдай бюджетке өтінім тапсырамыз. Ондаған жылдар бойы ауызсусыз отырған Қосүйіңкі ауылын орталықтандырылған су жүйесіне қосу үшін әлі біраз уақыт керек сияқты. Оған дейін тұрғындар тіршілік нәрін таситын жалғыз көліктің бұзылмауын тілей тұрмақ. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Балқаш көлінде бір апта бойы жүргізілген браконьерлерге қарсы арнайы операция кезінде 6 тонна балық тәркіленді. 200 шақырымнан астам ау табылды. Бұдан бөлек браконьерлерден 4 қайық алынды. Осы деректердің негізінде қылмыстық кодекстің 335 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ал заңсыз ауланған балықты саудаламақ болғандарға қатысты қылмыстық кодекстің 339 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптама тағайындалды, қазір тергеу жүріп жатыр. Былтырдан бері елімізде бал экспорты бәсеңсіп қалды. Басты себеп пандемия. Бірақ омарташылар салада басқа да түйткілдердің бар екенін айтып отыр. Ол субсидия, еуропалық стандартқа сай зертхана салу және экспортқа қатысты құжаттарды реттеу. Ара өсіріп бал баптап отырған омарташылардың жай-күйін әріптесіміз Олжас Керейхан біліп қайтты. Здесь сироп, подкормка для пчел. 6 айдың 6 ай қысынан кейін ара тіріліп, ұяларға бал жинауды бастаған. Әзірше омарташылар тәтті сусымен қолдан қоректендіріп жатыр. Бұл шаруашылық бал жинаумен қатар араны өсіріп экспортқа да шығарады. Облыстағы отбасылық омарташыларда жыл сайын жинаған балын осы шаруашылыққа өткізеді. Бір ұяшықта омарташылардың айтуынша шамамен 50 мыңға жуық ара болады. Олар мынадай бөлек-бөлек тақтайшаларда өсіріледі. Дәл қазір қыстан соң аралар тіріліп, бал жинауға кіріскен. Карпат деп аталатын бұл түрі негізінен Алтай өңірінде өсіріледі. Енді жақын күндері Монғолияға 600-700-ге жуық ұяшықты экспорттауды жоспарлап отыр бұл шаруашылық. Елімізде бал өндірудің әлеуеті өте зор, бірақ бұл салаға мемлекеттен бөлінетін қолдау қаржыға омарташылардың өзі күліп жүр. 5000 теңге, слава богу, столько дают. Әр ұяшыққа 5000 теңге, оны бергеніне де Құдайға шүкір дейміз. Әрине субсидия сомасы өссе, омарташыларды ынталандырар еді. Шаруашылық кеңесе өнім көлемі де артары сөзсіз. Ал былтырдан бері балды экспорттау мәселесі өте қиындап кетті. Бал тиеген көліктер шекараға барып 30-40 күнге дейін қаңтарылып тұрады. Тек автокөлік емес, темір жолда солай. Өйткені кеденде кедергі көп. Кедендегі кедергі пандемия тарағаны бер тіпті қиындап кеткен. Жыл сайын елімізде 8-ден 10 мың тонна бал жиналады. Былтыр 7,5 мың тонна өнім алынған, бірақ экспорт мәселесі көңіл көншітпей отыр. 2020 жылы 150, 2019 жылы 350 тонна бал экспортталған. Өткен жылы Алтай балы Қытай, ақш, Біріккен Араб Әмірліктеріне жіберілген. Экспорт бағасы $4-20 аралығында. Жалпы елімізде ара өсірумен ірі 100 шаруашылық шұғылданса, оның 5-еуі ғана шетке бал жөнелтеді. Бал құйылатын мынадай шыны құты біздің елде жоқ. Австралиядан алдырамыз. Қақпағы Беларусияда жасалады. Үстінен киілетін сақина салафан Ресейден келеді. Бәрін шеттен алып отырмыз. Бұл шағын зауыт жыл сайын 3,5 мың тонна балды өңдеп экспортқа дайындайды. Бірақ омарташылар үшін осы салада әлі дұрыс шешімін таппаған бір қатар мәселе бар. Қазір ең өзекті мәселенің бірі болды дәрілік бағытта пайдалану. Әрине бұған Европа елдерінің ықыласы ауып отыр. Алайда ол өте қымбатқа түседі. Бір сынаманы алып зертханалық тексеруден өткізу 2,5 мың евро тұрады. Ал мұндай зертхана Қазақстанда жоқ. Сондықтан біз балға биологиялық және бактериологиялық сараптаманы Қытай мен Германияда жасатып келеміз. Екінші мәселе шетке шығару кезінде жол шығыны. Бірнеше жыл бұрын жол шығынының 50% мемлекет қайтарып беріп келген, ал былтырдан бері 30% азайған. Я считаю, что Менің ойымша нәтижелі жұмыс деп бал өндіріп отырған өндіріске төлеу керек. Қазіргідей омартаның ұясына емес, өйткені ара биыл болса келер жылы жоқ болуы мүмкін. Сондықтан дайын өнімге субсидия берілсе нәтиже болады. Нәтиже болу үшін араға селекциялық жұмыста бірге жүруі тиіс. Бұл сапалы бал алуға септігін тигізеді. Жалпы елдегі жыл сайын өндірілетін 10 мың тоннаға жуық балдың 1 мың тоннасы экспортқа шықса, омарташылар үшін үлкен олжа. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Жігер Бабаханов, қорытынды жаңалықтар. Ал 3 жыл қатарынан болған қуаңшылық Атырау облысының егіншілері мен малшыларын теңсетті. Егіс алқабына пайдаланылатын су да қымбат. Көрші облыстардан тасымалданатын жем шөпте шарықтап барады. Мемлекет диқандардың суға жұмсаған шығынның 80%-ін субсидиялайды. Бірақ жем шөп қорын жасақтауға
жеңілдік қарастырылмаған. Шаруалар мәселені қалай шешпек? Аймақтан тілшіміз айтып берсін. Ерлан Қуанышевтің 57 гектар егіс алқабы бар. Негізгі өнімді бау-бақша мен көкөністен алатын. Бірақ өңірде су тапшы. Тіршілік нәрінің бағасы қымбаттаған сайын шығынды өтемейтін түрі бар. Суды қазіргі уақытта 23 теңгеден текше метрін алып жатырмыз. Оны тамыз айында тағы өседі, 29 теңге болады. Судың деген шығыны көп. Одан да басқа да шығындар бар. Шамамен биылға 6 миллиондай ақша шығады. Тек қана суға? Иә, тек суға. Сәләркеден, армайдан бөлек. Бұрын шаруалар жем-шөпті көршілес облыстардан тасымалдайтын. Соңғы 3 жылдағы қуаңшылыққа байланысты мал азығы қымбаттаған. Бір ума жоңышқаның бағасы 10-12 мың теңге. Сондықтан мал иелері биылдан бастап шөпті өздері өсіруді қолға алды. Жоңышқаға қарағанда қараөлең мен ажырықтың шығымы төмен екені рас, алайда оның шығыны да азғантай. Сол себепті мына климаты қиын атыраулық шаруалар осындай егістік көлемін ұлғайтып келе жатыр. Мысалы, былтыр осы 300 гектар аймақтан шаруа 700 рулон дайындапты. Биыл оны 2 есеге өсіруге ниеттеніп отыр. Жоңышқаның шығыны көп қой енді. Содан кейін бағанағы жұмыс кісінің қолын көптік етеді. Сондықтан енді мынау бір ыңғайлы. Малымызға бір рет суарамыз, жылына бір рет өз шығады. Қараөлең, ажырық мынау шығып атқан шөптер. Облыста 15 канал бар. Оларды тірлік нәріне толтыру механикалық жолмен жүзеге асатындықтан өте қымбат. Оның үстіне арналардың көпшілігі жөндеу көрмегендіктен онсыз да қатысу текке рәсуа болғалы тұр. Күні бүгінге 9 жаңа су жүйесінің 4-еуіне жөндеу жұмыстары жүргізілді, бірақ 5-еуіне әлі жүргізілген жоқ. Соның ішінде нағыз керектісі Бақсай, Нарын, Сборны су жүйелеріне проекттік сметалық құжаттар жасақталып, экспертизадан өтпей қалды. Сондықтан осы каналдарды қалай да оңдау керек үшеуін. Әйтпесе, келесі жылдары су жеткізуге мүмкіндік болмайды. Осылайша ұшқан құстың қанаты күйетін аптапта шаруалар тамшы суға зәру болатын түрі бар. Биыл облыс бойынша 9,5 гектар алқапқа тұқым себілді. Оның 2100 гектары картоп, 2700 гектарға көкөніс егілуде. Әрине мемлекет диқандардың суға кеткен шығынының 80% субсидиялайды. Бірақ ол жеңілдік жем-шөп қорын жасақтауға қарастырылмаған. Арыстанбек Кенже, Темір Мұстанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан. Павлодар қаласы гүл оранады. Жазда облыс орталығындағы 14 мың шаршы метр аумаққа әсем гүлдердің 10 түрі егіледі. Бұл игі шараға мемлекеттік бюджеттен 120 миллион теңге қарастырылған. Мердігер компания жергілікті климатқа бейімделетін гүлдерге басымдық береді. Мәселен, барқыт гүл, шырай гүл, декоративті қырыққабат, тіпті голландтық және француздық раушан отырғызылады. Өсімдіктер қар түскенге дейін жайқалып өсе береді. Работа проводится у нас ежедневно. Отырғызу жұмыстарын алдағы 2 аптада жүргіземіз. Гүлдер, саябақтар мен скверлер, сонымен қатар қоғамдық орындардың ажарын ашпақ. Жадырап жаз шықты, жайқалып гүл өсті. Адамдар да күн шуағына шомылып, балашаға далада ойнауға көшті. Осындайда масаның ызыңы мазаны алатыны бар. Дыз еткізіп шағатын қайтерсің, қашсаң да құтылмайсың. Бұл осы мезілге тән құбылыс. Бірақ қазір тұрғындардың қала ішінде емін-еркін серуендеуіне жағдай жасау үшін шыбын-шіркейді улайтын мамандар бар. Қазір олар күні-түні жұмыс істеп жатыр. Ал тұрғындар осы жәндікке шағылатын удың адам денсаулығына зияны бар ма, жоқ па деп алаңдаулы. Біздің тілшілеріміз осы сұрақтың жауабын сала мамандарынан біліп қайтты. Бұл елорданың басты жағалауы. Мұнда күн ыстық бері адам да маса да көп дейді қала тұрғындары. Күнде кешке шығайын десең осы күн толған маса кішкене жүре алмайсың, серуендей алмайсың. Биыл ма алдыңғы жылдан қарағанда көп. Себебі су таза емес, судың тазалығына да әсер етеді ғой. Шөп болған жерде көп болады деп ойлаймын. Өте көп жүруге мүмкін емес. Жылда көп қой. Білмеймін, біз тұратын жақты биыл 2-3 күн бұрын дәрілеп кетті, но ешқандай реакция жоқ. Тұрғындардың көңілінен шығу қиын. Бұны санитарлық эпидемиологиялық қызмет өкілдері де мойындайды. Бірақ олар шыбын-шіркейді улауды 8 сәуірден бастаған. Бүгінге дейін қаладағы 4000 гектардан астам су қоймасы мен 104 мың гектардан астам жерге дәрі себілген. 4 бригада термогенератор, сонымен қатар 120 адам жұмылдырылған бұл жұмысқа. Қол жетпейтін жерлерге дыз машиналармен жаңағы шашып өтеміз. Қол жетімді жерлерге жаңағы адамдар роталкалармен жүріп өтеді. Бұл дезинсекцияның бірінші кезеңі, алда тағы 5 бар. Қала аумағындағы шыбын-шіркейге у шашу күзге дейін жалғасады. Басты мақсат қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау. На сегодняшний мы только работаем на снижение численности. Бүгінгі таңда біз тек масалардың санын азайтумен ғана айналысамыз. Себебі оларды толыққанды жою мүмкін емес. Қала тұрғындары ылғал бар жердің бәрінде маса болатынын қаперден шығармау керек.
Құлақ түбінде ызыңдап қанша мазаны алса да, масаның көзін бір жола жою мүмкін емес. Ол табиғи үндестікке қиянат болар еді дейді мамандар. Сондықтан бұл жәндік түрі көп шоғырланатын жерлерге дәрі сеуіп, қатарын сейілту жұмысы үздіксіз жүргізіледі, ал оларға шашатын удың адамға зияны жоқ. Это инсектицидный препарат. Бұл препараттарды жәндіктермен, әсіресе масалармен күресу мақсатында қолданамыз. Олар адам мен жануарлар үшін қауіпсіз. Жұмысты түнде, температура төмен және дәрмектер буланбайтын кезде жүргіземіз. Ал егер табиғатта уақыт өткізгенді ұнатамын десеңіз, онда масадан қорғаныс құралдарын да ұмытпағаныңыз абзал. Дана Алиева, Серік Қоңырбаев, Қанат Абилдин, қорытынды жаңалықтар. Жезқазған қаласындағы тарихи археологиялық музей қоры 80 жәдігермен толықты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық аясында ұйымдастырылған тарихта өз атыңды қалдыр шарасына жергілікті тұрғындар белсенді қатысып, қолда бар дүниелерін мұражайға тапсырды. Көбі этнографиялық, нумизматикалық, палеонтологиялық және тұрмыстық жәдігер. Мәселен, мына немістің былғары плащын соғыс ардагері сонау Берлиннен әкеліпті. Ал мына сырт киім белгілі жазушы, әдебиет сыншысы ғалым Мұхамеджан Қаратаевқа тиесілі. Айта кету керек, қазір музейде 50 мыңнан астам жәдігер бар. 10 адамның экспонатын, яғни құнды әрі сирек кездесетін экспонаттарымызды таңдап біріктірген болатынбыз. Оның бірі белгілі өлкетанушы, ең алғашқы осы Жезқазған тарихи археологиялық музейінің директоры Үстемген Бүкіровке арналған өзінің ол кісінің өзі қолданған, яғни экспонаттары, басына киетін бас киімі, сонымен қатар бұрынғы кездері жұмыс кабинетінде пайдаланған статуэткалары, сонымен қатар құнды әрі сирек кездесетін қолжазбалары, фотосуреттері өткізілген болатын. Ақтау қаласының тұрғыны Гаухар Ешмұханова 35 жасында 9 баланы дүниеге келіп, батыр ана атанды. 4 ұл, 5 қыз тәрбиелеп отыр. Тұңғышы 19 жаста болса, кенжесі 9 айлық. Бақытты жанұя жақында тағы бір сәбиді дүниеге әкеледі. Ардақты ана бала тәрбиесінен бөлек қайырымдылықпен де айналысады, күйеуімен бірге көп балалы отбасыларға көмектеседі. Өнерден де кем емес, ән салғанды ұнатады. Балдарының амандылығы, балдарының ауырмай, сырқарамай жүрсе, осы маған үлкен деген бақыт. Бәріне үлгеріп отырам. Мен сағатымды жоспарлаймын. Және де өмірім сірә алда ғой. Солар өмірің алда қандай жетістіктерге жетем деген армандарымыз бәрі жазылған. Оралда көгершін өсірумен айналысатындар азайған, сұраныста төмен. Соңғы қоңырауда немесе отау ұрғанда кептер ұшыратындары сиреді дейді көнекөз қария Николай Замешаев. Ол бос уақытын көгершін күтіміне арнайды. Бұл кәсіппен бала күнінен бері айналысады. Қазір ақсақалдың 70-тен аса құсы бар. Зейнеткер замандастарының да құстарын баптап отыр. Өйткені олардың кейбірі сырқаттанып қалса, енді бірі қайтыс болған. Ал балалары бұл кәсіпті жалғастыруға құлықсыз. Құстардың жағдайын жиі-жиі бақылап, дәрумендер беріп отыру керек. Қораны күніне 2 рет тазалаймын. Ерекше күтім болмаса, бәрі зая кетуі мүмкін. Бұл шаруаға жастардың ынтасы жоқ. Ебін тапса, қызықты әрі табысты кәсіп бұл. Пара жүзуден Еуропа ашық чемпионатының жеңімпазы Сиязбек Далиев Қазақстан оралды. Спортшыны әуежайда жақындар мен әріптестері құрметпен қарсы алды. Айта кетейік, жарыс мамырдың 16 мен 22 аралығында Португалияның Мадейра аралында өтті. Оған әлемнің 47 елінен 380 спортшы қатысты. Соның ішінде Сиязбек Далиев баттерфляй стилінде 50 метр қашықтықты 35,78 секундта бағындырып, алтын медаль жеңіп алды. Бастапқы 2 күнде оңай болған жоқ, қиын болды. Жарыста тек қана финалда шығуға мүмкіндік болды. Содан кейін енді өзімнің коронный дистанциямда енді солай айтсам болады. 3-ші күні алтын медальға ие болдым. Ендігі паралимпиада ойындары бізге енді дайындық болады, тағы да оқу жаттығу жиындары жүргізіледі. Тағы да халықаралық турнирлар болады, солардың бәрінен қатысып, содан кейін Токиоға қарқынды дайындалу болады. Бүгінгінің жаңалықтарын міне осылай қорытындыладық. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.